Ешкі сүтінің қасиеті. Ерте заманда Амельфи атты ешкінің сүтімен Зевс құдайын емізген деген аңыз бар. Сол заманнан бері ешкі сүті ерекше қасиетті деп саналады. Сонымен қатар ертеректе ауыр науқастан кейін қалыпқа келу үшін ешкі сүтін ішкен екен. Ежелгі Римде ешкі сүтімен бауыр ауруын емдеген. Ешкі сүті әлемде кең танымал, бірақ осы сүтті пайдаланудан көш бастап тұрғандар Азия елдері ішіндегі Үндістан, Бангладеш, Пәкістан және жерорта теңізі жағалауындағы елдер Португалия, Испания, Франция, Грекия, Италия болып табылады. Егер де осы ешкі сүтінің құрамын, емдік қасиеттерін және де қалай қолдануын білгіңіз келсе, онда осы видеоны аяғына дейін міндетті түрде көріңіз. Ұнаса тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, елмен жақын жуық таныстарыңызбен бөлісіңіз және де қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Бұдан кейінгі шығатын бұдан да жақсы, бұдан да мықты, бұдан да күшті видеолар жіберіп алмас үшін. Ешкі сүтінің құрамына келейік. Құрамы: энергетикалық құндылығы 66-7 килокалория, ақуыздар 3 грамм, майлар 4-2, көмірсулар 4-5 грамм. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінің түсі аппақ болады, ал оның құрамында 40-тан астам биологиялық компонент бар. Ең маңыздылары А, С, В1, В2, В6, В12 витаминдері, амин қышқылдары, ферменттер мен микроэлементтер. Сиыр сүтінің құрамында аз кездесетін элементтер ешкі сүтінде өте мол. Бір ғана кобальт басқа жануарлардың сүтіне қарағанда ешкі сүтінде 6 есе жоғары болады. Кобальт ағзадағы қан айналымды жақсартып, зат алмасу процесіне жағымды әсер етеді. Ешкі сүтіндегі тағы бір маңызды элемент калий. Бұл жүрек тамыр жүйесінде ақауы бар жандар үшін ең қажетті элемент. Калий мен магний ағзадағы зиянды элементтер стронций мен радионуклеидтерді шығаруға көмектеседі. Сондықтан үлкен қала тұрғындарына ешкі сүтін ішу ұсынылады. Магний жетіспеушілігі қауіпті ауруларға әкеп соқтыруы мүмкін. Адам ағзасы тәулігіне 400 миллиграмм магний қажет етеді. Осы қажеттілікті ешкі сүтінен алса, холестеринді азайтып, бүйрекке тас жиналуының алдын алады. Сондай-ақ қан қысымы қалыпқа келеді. Ешкі сүті альбуминге бай болғандықтан құрамындағы ақуыз ағзаға тез сіңеді. Емдік қасиеті: ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауырғандарға ем ретінде ішуді ұсынса, Ибн Сина айналасындағыларға балаларыңның алдында қартайып мұсапір халге жеткілерің келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп ұзақ жасауға пайдасы зор екенін атап өткен. Педиатрияда жаңа туған нәрестенің үш жүруін қалыпқа келтіру үшін ең бірінші ешкі сүтін береді және ана сүтін алмастыра алады. Бірақ баланы ана сүтінен айырмағаныңыз жөн. Артық салмақ тастағысы келетін жандарға да ешкі сүтін ішу ұсынылады. Оның құрамындағы май адам денесіне артық май болып жиналмайды. Суық тигенде де пайдасы мол. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Аяғы ауыр келіншектер ешкі сүтін ішсе, баланың қаңқасы, тістері жақсы дамиды. Аллергияға да жақсы пайдасы бар дейді. Ескерту: ауруға ем іздеймін деп ауру тауып алмаңыз. Ешкі сүтін танымайтын адамдарға кез келген жерден сатып алуға болмайды. Сарп: бруцеллез ауруының инфекциясын жұқтырып алуыңыз мүмкін. Ішек ауруымен ауырып қалмас үшін сатып алған сүтті жақсылап қайнатып алыңыз. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, елмен бөлісіңіз, тамыр-таныс жақын жуығыңызбен. Және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Бұдан кейінгі шығатын бұдан да жақсы, бұдан да мықты, бұдан да күшті видеоларды жіберіп алмас үшін. Оразаларыңыз қабыл болсын, бар болайық, бай болайық, бәрінен де денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық ағайын.